Баршаларыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге болатын пайдалы кеңестер бір анасы. Сіздерге бүгін ана сүтін қалай көбейту керектігі жайлы айтатын боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Емізулі ана кем дегенде 2-2,5 литр су ішуі қажет. Сұйық тағамдарды жиі тұтынғаны дұрыс. Жиі сүт тартқышты пайдалану. Ана ағзасы бала қанша сүт тұтынса, соншалықты көп сүт өндіреді. Сондықтан сүт мөлшерін миға сигнал беру үшін жасанды түрде тартып алу арқылы сүтті көбейтеміз. Ұйқыңыз дұрыс болмаса, стресс, уайым, ашудан арылуыңыз қажет. Сонда ғана сүт айналымы жақсарады. Дұрыс емізу. Бір ретті емізгенде 2 төсіңізді де ұсыныңыз. Балаға ыңғайлы болса, сору күші басымырақ болса, сүт жиналуы тездетеді. Қарапайым қарбыз сүтті көбейтеді және қосымша бүйректі шаяды. Грек жаңғағы сүтті қоюландырады, сүтті майлылығын арттырады. Сүтті шай жайлы мифке сенуді тоқтатқаныңыз дұрыс. Сүтті шай тек ананың ішінің қатуына себепші болады. Және сүт шай көп ішетін болсаңыз, баланы сергітеді. Тоқ жүру сүтті көбейтеді. Және витаминді өнімдерді көбірек тұтынғаныңыз дұрыс. Соңғы қадам. Бұл сүт көбейтетін арнайы шайларды болмаса препараттарды қолдану. Ақпаратым пайдалы болса, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.